Бүгін Ұлттық Олимпиада комитетінің 25 жылдық мерейтойына Қазақстан спортының жарқын өкілдері мен арнай келген мәртебелі меймандар жиналып отыр. Много славных страниц вписано в спортивную летопись нашей страны за 25 лет. За это время, благодаря нашему лидеру нации, отечественный спорт вышел на совершенно новый уровень. Говорят, что главное не победа, а участие. Но наши атлеты не только принимали участие в соревнованиях, но и побеждали. И сегодня мы хотим вместе с вами вспомнить те триумфальные достижения, которые завоевали Казахстану признание и авторитет на мировой спортивной арене. Назарларыңызға Қазақстандағы Олимпиада қозғалысы туралы түсірілген деректі фильмді ұсынамыз. Спорт еліміздің атақ абыройы мен беделі үшін жұмыс істейтін сала. Тәуелсіздік алғалы, біздің спортшыларымыз халықаралық жарыстарда жеңіс тұғырына талай рет көтерілді. Соның арқасында еліміздің көк байрағы биікте желбіреді. Елімізде бірнеше дүниежүзілік спорт сайыстары өтті. Бұл отандық спортымыздың әлемдік деңгейге көтерілгенінің нақты көрсеткіші. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының президенті. Әлемнің ең озығы болу, елдің абыройын асқақтатып, әрдайым биікке самғау, тек жеңіс тұғырынан көріну. Спорт. Этот род профессиональной деятельности человечества во все времена играл важную роль в судьбе любого государства. Не остался в стороне в этом вопросе и Казахстан. Наши представители главного олимпийского девиза «Быстрее, выше, сильнее» на равных конкурируют на мировой спортивной арене, тем самым продвигая имидж республики далеко за пределы континента. Қазақстан Республикасының Ұлттық Олимпиадалық комитеті 1990 жылдың 3 ақпанында құрылды. Бірақ ұйымдық халықаралық Олимпиада комитеті 1992 жылдың наурыз айында ресми түрде мойындады. Осы 2 жыл аралықта комитеттің алғашқы президенті, атақты 5 сайыс шебері, еңбек сіңірген спорт майталманы Тимур Досымбетов болды. Дербестікке қол жеткізген қазақ елінің үміті басым болды. Сол үшін де алға ұмтылды. Сан саланы шұғыл меңгеруге, әлемдік көштен қалмауға тырысты. Қазақ елі жарқырап көрінген, дегеннен мойындатқан сәттің бірі спорт саласы болды. Тәуелсіздіктің елең алаң шағындағы сол алғашқы жеңістер қалың бұқараның үміт отын жақты. Жастарға күш жігер берді, елдің бірлігін арттырды. Егемен ел болып өзіміз жеке мемлекет болып шыққан кездегі спортта өте бір ауыр жағдай болды. Жаңадан бастап өте қиын. Бірақ сол кезде осындай ұйымды құру керек болды. Басқа амал жоқ, қаражат жоқ. Шын айтса мен бір 200 рубль алып отырдық қой, 200 сом. Ол неге жетті дейсіз? Енді мынандай жоқ жерден шықтық қой бәрімізде. Бірақ қиыншылықты көргенде жақсы. Ол болмағанда біз қалай болар едік? Қазір соның дәмін татып отырмыз. Отечественных боксеров не зря называют главными золотодобытчиками казахстанских команд на Олимпиадах.
Не было еще игр, начиная с 1996 года, где наши мастера кожаной перчатки не становились на высшую ступень пьедестала почета. При этом народная любовь и признательность к боксерам была еще задолго до первой в независимости страны Олимпиады. Примером тому служит дебютный чемпионат Казахстана по боксу в 1993 году. Будущая звезда любительского и профессионального рингов Василий Жиров поднимает на этих исторических кадрах флаг государства. Бұл кезеңге, яғни 1992-2002 жылдар аралығында еліміздің басты олимпиадалық ұйымын аты аңызға айналған спортшы Аманша Ақбаев басқарған еді. Аманша Сейсенұлының тұсында еліміздің ұлттық құрамасы тұңғыш рет қысқы олимпиада ойындарына қатысу үшін Скандинавия түбегіне аттанды. 17-я зимняя Олимпиада. Лилихаммер. Казахстан здесь был представлен 29 атлетами, которые бились за результат в 8 видах спорта. Но медали за всех здесь завоевал Владимир Смирнов. Лыжная трасса в Норвегии стала для него дорогой к самой верхушке Олимпа. К слову, благодаря победам Владимира, бирюзовый флаг разместился на 12-й строчке мирового медального зачета. А успех Смирнова позже будет подхвачен молодыми последователями, а лыжные гонки окажутся доступным видом спорта в нашей стране. Араға 2 жыл салып, еліміздің жазғы олимпиадашылары сынға түсті. Қазақ елінің спортшылары мұхит асып, Атлантаны бағыт қалды. Құрама штаттарда өткен олимпиада ойындарында үкілеген 94 атлетіміз спорттың 15 түрі бойынша сынға түсті. 11 спортшы олжалы оралды. Оның 3-і алтын. Грек-рим күресінен Юрий Мельниченко, бес сайыс шебері Александр Парыгин және боксшымыз Василий Жиров алтыннан алқа тақты. Дербес тарихымызда қатысқан екінші қысқа олимпиада ойындарында спортшыларымыз тек қола медальдар қанжығалады. Олимпиада чемпионы Қазақ елінің халықаралық олимпиада комитетіндегі өкіл атағына ие болған Владимир Смирнов осы дүниежүзілік додада спорттық карьерасын аяқтады. Осы қысқа олимпиада ойындарында конькиші Людмила Прокашева 3-ші орынға табан тіреді. В 2000 году в Сиднее казахстанцы завоевали 7 медалей, 3 золотые и 4 серебряные. Наряду с ветераном отечественного бокса Ермаханом Ибраимовым лучшим из лучших на зеленом континенте стал Бекзат Сатарханов. Компанию золотых медалистов украсила легкоатлетка Ольга Шишигина. Следить за последними этими годами, то есть, конечно, это большая работа. Это много переговоров, встреч и так далее. Но я считаю, настоящая, может быть, работа вот последние там 2-3 года, да, видно было, как комитет начал расти, набирать обороты, скажем так. Развитие спорта, нашего казахстанского спорта, то есть это большая заслуга нашего Ельбасы, то есть президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, то есть ему, благодаря ему, то есть и спорт, я считаю, это статус, уважение, и через спорт узнают всю страну. Поэтому это большая заслуга, опять же, его, ему большое спасибо. жыл Олимпиада алауы өзінің тарихи отаны Грекияда қайта жанды.
Бұл уақыт спортшыларымыз шынығып, шыңдалған, қазақ спорты толағай табысқа жеткен сәтті кезең еді. В древних Афинах казахстанцам покорились 8 медалей. Как раз в это время начали приходить воспитанники казахстанской школы, получившие опыт и навыки в период независимости. Именно большинство из них и взяли медали на Олимпиаде. И золото вместе с кубком Вэлла Баркера, Бахтияра Артаева показало преемственность поколений и прошло удачно. Кроме того, на играх 2004 года свою путевку на большую арену мирового спорта получил и будущая звезда профессионального бокса Геннадий Головкин. Бұл кезеңде ұлттық олимпиадалық комитетінің жетекшілігі Темірхан Досмұхамбетовте болды. Қазақ боксшыларының әлемді аузына қаратқан, төрткүл дүниені мойындатқан кезі 2008 жыл. Олимпиада чемпион атанған Бақыт Сәрсекбаев 69 келі салмақта ешкімге дес бермейтінін дәлелдеді. Бұған қоса, ауыр атлетшіміз Алла Важенина Олимпиаданың биік тұғырына көтеріліп, қазақ елінің қуанышын еселей түсті. Бейжіңде өткен осы Олимпиада ойындарында қазақ спортшылары 9 медаль олжалады. «21-е зимние Олимпийские игры в Ванкувере оказались для Казахстана счастливыми. Самую настоящую сенсацию здесь преподнесла биатлонистка Елена Хрусталева. В одном из самых рейтинговых телевизионных видов спорта она взяла серебряную награду. Хрусталеваның бұл жеңісінен кейін жастарымыздың қысқы спорт түрлеріне деген қызығушылық артты. Өз елімізде өтетін додалы жарысқа қызу дайындық басталды. Ол Астана мен Алматы қалаларында өтетін 7-ші қысқы Азия ойындары еді. Құрлықтың ең ауқымды спорттық шарасы қазақ еліне халықаралық деңгейдегі абырой атақпен қатар өз спортшыларымызды шыңдауға үлкен мүмкіндік сыйлады. Спортивные суперсовременные комплексы украсили два самых главных города страны. Массовость занятий спортом, о которой не раз в своих посланиях говорил Нурсултан Назарбаев, приобретала все большие масштабы. Позднее эффект от подобного хода почувствуют на себе и другие регионы. В данное время, когда мы празднуем 25-летие нашего Национального олимпийского комитета, мы всегда отмечаем, что мы имели прекрасные традиции, в данное время имеем замечательные победы и, конечно, с уверенностью смотрим вперед. Министерство культуры и спорта совместно с Национальным олимпийским комитетом и федерациями ставит перед собой, конечно, амбициозные задачи, и мы уверенно смотрим на свое будущее. Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда неустанно пропагандирует здоровый образ жизни. Все делается для развития массового спорта. И именно глава государства поручил и Министерству, Национальному олимпийскому комитету в данное время разработать новый принципиально национальный план по развитию массового спорта. И, конечно, в этот юбилейный вечер я поздравляю всех наших спортивных деятелей, всех сотрудников Национального олимпийского комитета во главе с Тимуром Аскаровичем Кулебаевым замечательным праздником. Мы смотрим вперед с уверенностью. Почему? Потому что мы, Казахстан, страна созидательная, мы, Казахстан, страна, которая ставит перед собой высокие цели. И, конечно, мы уверены, что мы достигнем эти цели. В Серика Сапиева не зря в свое время поверил сам президент страны Нурсултан Назарбаев. После обидного проигрыша в Пекине капитан боксерской дружины Казахстана ехал в Лондон сверхмотивированным. Глядя на его энтузиазм, не отставали и другие спортсмены, причем среди них были не только боксеры.
Метеором, пройдясь по всем своим соперникам, Сапиев законно получил свою золотую медаль, а третий в истории страны кубок Вэлла Баркера стал приятным дополнением для всей Федерации бокса Казахстана. В столице Туманного Альбиона на высшую ступень пьедестала почета поднялись также ветеран казахстанской велогонки Александр Винокуров и одна из самых ярких легкоатлеток в нашей истории Ольга Рыпакова. Қазақ спорты қарқын ала түсті. Елімізде теңдессіз спорт кешендерінің бірінен соң бірі салынуы спортшыларымыздың әлемдік додаларда жеңіс тұғырынан көрінуі соның дәлелі. Осындай ірі бастамалардың ұшар басында ұлттық олимпиадалық комитетінің тұрғаны қуантады. Осының нәтижесінде қазақ спортының әлемдегі дәрежесі артты. Көк туымызды асқақ абыроймен желбіретіп жүрміз. Және бұл жұмыстар жоспарлы түрде жан-жақты жалғасуда. Демек, біз алатын асу бұдан да биік. Спортшыларымызға жігер мен қайрат тілеймін. Барлықтарыңызды ұлттық олимпиадалық комитетінің 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Қазақ спортшыларының тағы бір сыналған тұсы Сочиде өткен ақ олимпиада. Осы дүбірлі додада тек Қазақстанның ғана емес, күллі әлем спортының жарық жұлдызы Денис Тен қола медаль иегері атанды. В 2015 году на пост президента Национального олимпийского комитета Республики Казахстан избран Тимур Кулебаев, возглавлявший к тому времени Казахстанскую федерацию бокса и Конфедерацию спортивных единоборств и силовых видов спорта. Еліміз көк жалауымыздың астында 5 рет жазғы, 6 рет қысқы Олимпиада ойындарына қатысқанын білесіңдер. Анау кеңестік заманнан бері қаралатын болсақ, Әлжан Жармұхамедов сияқты, Нелли Ким, Жақсылық Үшкемпіров сияқты өткен ағаларыңыз, апаларыңыз Қазақстанның дәрежесін көтеріп жеңіп шыққан болатын. Тәуелсіздік жылдарында спортшыларымыз Олимпиадада ал 59 медалінің 17-сі алтын алқа болатын. Нағыз патриот қана елдің абыройы үшін тайталаста өз мүмкіншілігінің шегінен де шығып жеңіске жететін болады. Национальный олимпийский комитет, конечно же, ведет огромную работу, очень сложную работу для подготовки спортсменов к таким комплексным соревнованиям, как Азиатские игры, Олимпийские игры. Огромное спасибо всему руководству Национального олимпийского комитета за эту поддержку, за развитие всех видов спорта в нашей стране. Последняя на сегодняшний день Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро. Как и 21 год назад, словно на свои первые в истории независимости игры, спортсмены Казахстана пересекли воды Атлантического океана. Тяжелый 4-годичный труд спортсменов, долгая и кропотливая работа Национального олимпийского комитета Казахстана, вера и поддержка родных болельщиков сыграли свою роль. На Олимпийских играх в Бразилии наши спортсмены завоевали рекордные 17 медалей. Главными героями в Рио стали боксер Данияр Елеусинов, штангист Нижат Рахимов и пловец-сенсация Дмитрий Баландин.
Дорогие друзья, в дни празднования нашего юбилея хотелось бы выразить слова благодарности нашим ветеранам, чьи победы до сих пор вдохновляют наших молодых спортсменов. Казахстанские спортсмены в составе сборной СССР завоевали 68 медалей, 33 из которых золотые. С обретением независимости Казахстана наши спортсмены продолжили успешное выступление на Олимпийских играх. За последних 12 Олимпиад наши спортсмены завоевали 67 медалей, из которых 15 золотые. Сегодня наша страна входит в тридцатку спортивных держав мира. Поручение главы государства по вхождению Казахстана в 30 развитых стран по спорту мы уже выполняем. Наши олимпийские чемпионы стали национальными героями, подавая пример молодежи для занятия спортом. В стране действует 450 спортивных школ, в которых учатся более 300 тысяч детей. Каждый год количество учащихся в спортивных школах увеличивается на 10%. Наша задача – обеспечить спортивной инфраструктурой и инвентарем наши спортивные школы. За каждым великим спортсменом стоит великий тренер, команда спортивных специалистов. Необходимо развивать сеть спортивных колледжей, профессионалов спортивной медицины. Под эгидой Национального олимпийского комитета в столице будет создан университет физической культуры и спорта. Национальный олимпийский комитет будет поддерживать развитие студенческого спорта. В стране обучается более 1 миллиона человек в высших учебных заведениях и колледжах. Необходимо развивать спортивную инфраструктуру высших учебных заведений. Национальный олимпийский комитет будет поддерживать развитие студенческой спортивной лиги. Приоритетная задача перед нами – создание эффективной антидопинговой системы. Мы будем поддерживать чистых спортсменов и поставим заслон допингу. Хочу поблагодарить депутатов парламента, правительства республики за поддержку изменений в законодательстве по спорту, по увеличению роли Национального олимпийского комитета и спортивных федераций в системе управления спортом в стране. От имени спортивной общественности выражаю благодарность главе государства Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за постоянное внимание и поддержку развитию спорта в Казахстане. За 25 лет в стране создана современная спортивная инфраструктура. В стране действует более 11 тысяч спортивных объектов, половина из них в сельской местности. Для проведения Азиатских игр 2011 года и Универсиады 2017 года созданы уникальные спортивные объекты мирового класса. Это позволяет нам проводить чемпионаты мира, кубки мира, континентальные первенства по зимним и летним видам спорта. В стране созданы все условия для подготовки спортсменов международного уровня. Убежден, что наши спортсмены и в дальнейшем будут радовать своими победами наших болельщиков. Дорогие друзья, поздравляю казахстанцев, спортивную общественность Казахстана с 25-летием олимпийского движения в Казахстане и желаю дальнейших успехов и побед нашим спортсменам. Ширек ғасырда еліміздің ұлттық олимпиадалық комитеті биік белестерді бағындырды. Халықаралық сайыстарға ең жүйрік, ең жігерлі жастардың легін қатыстыру арқылы еліміздің көк байрағы әуеде қалықтап, әнұранымыз шырқалды. Әлемдік спорттың шежіресіне қазақ елінің талай тарландарының есімі алтын әріппен жазылды. Ең басты жетістік елбасының тікелей қолдауымен қалыптасқан ұлттық олимпиадалық комитеті олимпиадалық қозғалысты күшейтіп, спортқа құштар жастардың саны артты. Жылдар бойы жиналған ел абыройы әлі де асқақтай бермек. Ендігі үміт өскелең ұрпақта, санасы, тәні сау, рухы биік жастарда. Ұлы дала спортының туы биікте желбіресін. Мұның бәрі отандық спорттың инфрақұрылымына салынған орасан инвестиция жастарымыздың шынықтырып, болашақта чемпион болуына жасалған қамқорлық болып саналады. Адал сайыста тек 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпардардың ғана мерейі үстем болсын. Бақтарыңыз келісіп, бақтарыңыз жансын. Қазақстандық спортшылардан бүкіл Қазақстан жанкүйерлеріңіз әрине табыстар тілейді. Ең жоғарғы сапалы медальдарды қалайды. Let's go!
қазақ спортының болашағымыз. Еліміздің намысын биікте ұстаймыз. Мы самые сильные, будущее за нами. Мен болашақ чемпионымын, мен қазақ елінің болашағымын. Біз қазақ спортын дамытамыз, туымызды биікте ұстаймыз. Мы будущее казахстанского спорта. Мы станем чемпионами. Алға, Казахстан! Қазақстан Республикасының президенті, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Құрметті қазақстандықтар, спортшылар, спорт сүйгіш және спорттың жанкүйерлі қауымы. Баршаңызды Қазақстанның ұлттық Олимпиада комитетінің 25 жылдық мерейтойымен шын жүрегімнен құттықтаймын. 25 жыл бұрын біз тәуелсіздік жарияладық. Сол кезден бастап отандық спорт жылнамасының жаңа парағын аштық. Өзіміздің Қазақстанның Олимпиада комитеті құрылды. Өрендеріміз тәуелсіз Қазақстанның намысын қорғап, көк байрағымыздың астында өнер көрсете бастады. Содан бері еліміз қысқы және жазғы Олимпиада ойындарында 12 рет қатысып, 67 рет жеңіс тұғырына көтерілді. Спортшыларымыз дүниежүзілік додаларда ел қоржынына 156 медаль салды. Бұл өте үлкен табыс. Алдыңғы буынды спортшылардың барлығы біледі. Баяғы Совет одағы кезінде дүниежүзілік спорт аренасына біздің Совет одағында жеңіске жетіп жүрген ұлы спортшыларымыз да қатыса қалған. Оған қатынасу үшін Совет одағының командасының арасына кіру керек еді. Оған талай боздағымыз жетпей қалды. Тәуелсіздіктің арқасында қазір 100-деп, 200-деп біздің делегациясымыз барлық дүниежүзілік додаларға қатынасатын болды. Бұл қуанышты нәрсе, бұл тәуелсіздіктің бір белесі, біздің мақтанышымыз. Осылайша спортшыларымыз еліміздің өркендеуіне орасан зор үлес қосып келе жатыр. Дүниежүзілік спорт тарихына біздің жарқын жеңістеріміз алтын әріптермен жазылып келеді. Сонымен қатар өз жеріміздегі байрақты бәсекелер арқылы әлемдік деңгейге танылды. Қазақстан 2011 жылы қысқы Азиаданы жақында қысқы универсиаданы табысты өткізгенін білесіздер. Көптеген әлем чемпионаттары мен халықаралық сайыстар біздің елімізде ұйымдастырылады. Оның себебі осы жылдардың ішінде барлық өлкелерде спорт кешендерін салып, оны жаңғыртып, жастардың спортқа шұғылдануға барлық жағдайын жасалып. Осының барлығы жаһандық спорт алауыттары клубына еркін еніп, лайықты орын алуымызға жол ашты. Бұл жетістіктер отандық спорт инфрақұрылымының дамуына тың серпін берді. Қазір Астана, Алматы, облыс орталықтарында әлемдік стандартқа сай спорт кешендері бой көтерді. Спортпен айналысып, салауатты өмір салтын ұстану қазақтардың дәстүрі дағдысына айналды. Біздің 2050 жылға алдымызға қойған стратегиялық мақсаттарымызда Қазақстанның болашақ буына денсаулығы мықты, сауатты адам болу керек дегенбіз. Сондықтан мінекей спортпен шұғылдану деген ол елімізді көркейтумен бірдей болады. Ұлттық Олимпиада комитеті талай дарынды тауып, даңқты жолдарымызды жалғастыра береді деп болашақта да сенемін. Еліміз әрдайым жеңіс тұғырынан көрініп, көк байрағымыз желбіре берсін. Дүбірді долаларда дүлдүлдеріміз әнұранымызды асқақтата берсін. Дорогие друзья, казахстанцы, спортсмены, болельщики спорта, всем присутствующим и наши гости, которые присутствуют сегодня, я всех искренне приветствую и поздравляю с 25-летием Олимпийского комитета нашей страны. Сегодня разделить с нами радость юбилея прибыл президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Я искренне приветствую нашего гостя
в Казахстане. Желаю ему всего самого доброго. Мы ему признательны за участие. В знак высокого уважения и признания заслуг его, позвольте мне вручить юбилейную медаль в честь 25-летия нашей республики. Қазақстанда Олимпиада қозғалысын дамытуға қосқан зор үлес үшін Ұлттық Олимпиада комитеттер қауымдастығының президенті Шейх Ахмад Әл-Фахад Әл-Сабах мырза арнайы үлгідегі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерекелік медальмен марапатталады. Your Excellency, President Nazarbayev, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor to me to be again in your beautiful country, Kazakhstan, in Astana. Ваше превосходительство, господин президент, дорогие гости, дамы и господа, для меня большая честь вновь посетить вашу прекрасную страну и вашу прекрасную столицу. It's an honor to me to have this award because I am one of the witnesses in the last 25 years, the development under your leadership, which has been happening in this country, not only in sport, but also in economy, religion relation, and society needs. Для меня огромная честь получить эту награду, поскольку вы, господин президент, проявляете лидерство не только в сфере спорта, но и в развитии экономики, межрелигиозных отношений и во многих других сферах. On behalf of all my colleagues, the sport leaders who attend, and President Bach, first I'd like to thank you for your warm hospitality with the NOC and the President of Kazakhstan and the citizens of Kazakhstan. Second, I'd like to congratulate you for the success for the 25 Universal of building this country. I wish for you more success, health, long life, and for Kazakhstan stability and growth. Господин президент, от имени коллег, от имени президента Международного олимпийского комитета господина Баха, позвольте поблагодарить за это гостеприимство, за теплый прием, а во-вторых, позвольте поздравить вас с 25-летием прошедшим независимости и пожелать всего наилучшего. Аса құрметті елбасы, қадірлі меймандар, сіздерді Ұлттық Олимпиада комитетінің 25 жылдығымен құттықтаймын. Спорт, бейбітшілік символы, барлығын біріктіретін күшке ие. Бүгінде қазақ елі әлемдік спорт үздіктерінде иық тірестірген абыройлы мемлекет. Аса мәртебелі елбасы. Қазіргі отандық спорт ерекше қарқынмен дамуда. Жазғы спорт түрлерімен бірге қысқы спортта зор серпінге ие болды. Елімізде өткен Азиада мен Универсиада қысқы спорттың дамуына қажетті барлық инфрақұрылымды жасап берді. Мен жеңісімді қазақ халқыма тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнаймын. Келер жылы алдымыздағы 2018 жылғы Оңтүстік Кореяда өтетін Олимпиада ойындарында жеңіске жетуге бар күшімді саламын. Біз сіздің қамқорлығыңыздың артында әлі талай биік шыңдардан көрінеміз. Алға Қазақстан! Бүгінгі мерейтойға Халықаралық Олимпиада комитетінің президенті Томас Бах мырза арнайы құттықтау жолдады. Dear fellow Olympians, dear friends, as you celebrate the 25th anniversary of the NOC of Kazakhstan, you're also celebrating 25 years of Olympism in your beautiful country. On behalf of everyone at the IOC and on behalf of everyone in the worldwide Olympic movement, let me convey my heartfelt congratulations to you on this great anniversary.
It is an important milestone for every athlete and all the friends of sport in Kazakhstan. From my visit to Kazakhstan, I know not only of the beauty of your country, but I know also of your great passion for sport. Just a few weeks ago, you hosted the Winter Universiade in Almaty. This successful event was most appreciated by all athletes and the participants. Let me also congratulate the athletes for their performance at the Olympic Games Rio 2016. With your great success, you have given everyone the best reason to celebrate your anniversary, and you have made your country and all your countrymen proud. Since your independence, the many sporting achievements of your athletes have brought so much pride and joy to your young country. Thank you to everyone at the NOC for building this strong foundation for sporting success. It is through your hard work that you have made Kazakhstan such a valued member of the Olympic family. Building on your strong sporting tradition and all the successes of the past, you can now look with great confidence to an even brighter future of Olympic sport in Kazakhstan. And now, I wish you all the very best, good luck, and most of all, a very enjoyable celebration. Bye-bye and best wishes. Осыдан тура ширек ғасыр бұрын тәуелсіздігін жаңадан алған жас қазақ мемлекетінің ұлттық олимпиада комитеті құрылды. Сол сәттен бастап егемен Қазақстанның жаңа спорт тарихы басталды. Аса мәртебелі елбасы, сізге осы жылдарда отандық спортқа жасап келе жатқан шексіз қамқорлығыңыз үшін зор рахметімізді айтамыз. Сіздің қолдауыңызбен Қазақстан бүгінде әлемнің ең байрақты бәсекелерінен олжасыз оралмайтын спорттық алпауыттардың қатарына қосылды. Уважаемые дамы и господа, ну а сейчас мы хотим предоставить сцену самым преданным болельщикам и поклонникам спортсменов, звездам казахстанской сцены. Встречайте!
Байрақты бәсекелерде еліміздің абыройын аспандатып, көк туымызды асқар көкте желбіреткен, әнұранымызды әуелеткен өрендеріміздің барлығы қашанда өз жеңістерін туған елге, қасиетті Қазақстанға арнаған. Олар туған жерге деген перзенттік парыздарын ешқашан естен шығарған емес. В честь сильных и смелых звучит мелодия казахской земли, воплотившая в себе нежность, вдохновение и весну. Добрый вечер, друзья! Салем, Казахстан! Серик ага, вот вы самый титулованный боксер Казахстана. Собрали все возможные награды. Скажите, как стать чемпионом? Откройте нам всем секрет. А секрет очень простой. Главное – это стремление к цели, упорство, дисциплина. Нужно верить в свои силы. Спорт любит терпеливых людей. Серік аға,
Осы бокста спортшылар бір-бірін қатты ұрып жатады. Ауырмай ма? Егер жекпе-жекке барынша дайындалып, ұтылып қалатын болсаң, шынымен де жүрегінде өкініш пайда болады. Бірақ жігіт кез келген соққыға төтеп беру керек. Сізде ондай сәттер өте аз болды деп ойлаймын. Вас назвали лучшим боксером Лондонской Олимпиады. А какие самые яркие воспоминания остались о той победе? Я думаю, самые яркие воспоминания для любого спортсмена – это когда звучит гимн Казахстана, поднимается наш флаг. Это непередаваемое ощущение. Ты чувствуешь себя частью огромной, великой страны и понимаешь, что это победа всего Казахстана. Пользуясь случаем, уважаемый Нурсултан Абишевич, от имени всех казахстанских спортсменов хотел бы выразить вам слова благодарности за поддержку, за то внимание, которое вы оказываете развитию олимпийского движения и спорта в целом в Казахстане. Рахмет сізге! Серик аға, скажите, а с чего все-таки лучше начать свой путь к победе? Начинается с самого простого, с утренней гимнастики. Бұл сөзіңізге мен және дәл қазір сахнаға шығатын топты толықтай қосыламыз. Қарсы алыңыздар. А-студио! Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, до глубоких до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, до глубоких до изнеможения. Разговаривать не надо, приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если вам совсем не идется, обтирайтесь, чем придется. Водными займитесь процедурами. Если вам совсем не идется, обтирайтесь, чем придется. Водными займитесь процедурами. Первых нет и отстающих. Бег на месте общим примеряющих. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Бег на месте общим примеряющих. Примеряющих, 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 примеряющих. За 25 лет работы Национального олимпийского комитета в нашей стране зажглось множество ярчайших спортивных звезд мирового уровня.
Елдос Сметов. Елдостың дзюдодан ел қоржынына күміс медаль салған мерейлі сәті естеріңізде болар. Қошеметтеріңіз. Своей волей к победе покорила и судей, и зрителей серебряный призер Олимпиады по вольной борьбе Гюзель Манюрова. Әділбек Ниязымбетов. Ол бокстан Олимпиада ойындарының 2 дүркін күміс жүлдегері. Серебряной стала эта Олимпиада и для нашей знаменитой тяжелоатлетки Жазиры Жапаркул. Да, они не раз пели гимн страны на пьедестале почета, а сегодня впервые поют на сцене о родном доме, в который всегда счастливо возвращаться после соревнований. Итак, встречайте! Немало видел я стран, и как шумит океан, я тоже слышал, поверь. И сбылся давний мой сон, колоколов перезвон далеких райских земель. Я слышал, ты мне поверь, но здесь мой дом. Здесь я родился, воды живой я здесь напился. Здесь слушал птиц я на рассвете, и здесь любовь свою я встретил. Когда внезапно весна придет и нету мне сна, услышу дальний зов, и у подножия гор в моем саду разговор. Услышу трав и цветов, ручьев и дальних холмов. Но здесь мой дом, здесь я родился, воды живой я здесь напился. Здесь слушал птиц я на рассвете, и здесь любовь свою я встретил. Я жил в далеких мирах, я жил в других временах, не знал особых потерь. И в лабиринте Творца, как в подземелье дворца, нашел я тайную дверь, нашел я, ты мне поверь. Но здесь мой дом, здесь я родился, воды живой я здесь напился. Здесь слушал птиц я на рассвете, и здесь любовь свою я встретил. Но здесь мой дом, здесь я родился, воды живой я здесь напился. Здесь слушал птиц я на рассвете, и здесь любовь свою я встретил.
Рядом со мной сейчас настоящая легенда казахстанского спорта. В 1981 году его признали лучшим боксером планеты. Это, конечно же, Серик Конакбаев. С праздником вас! Спасибо. Серик Керимбекович, скажите, как изменился казахстанский спорт за 25 лет? Действительно, произошли фантастические изменения. Мы в то время представить не могли себе, что за годы независимости мы добьемся больших результатов. И сегодня наш Национальный олимпийский комитет проводит очень много международных соревнований. И наши спортсмены на Олимпийских играх, Азиатских играх завоевывают все больше и больше медалей. Я думаю, что в этом большая заслуга нашего Ельбасы Нурсултана Абишевича. Как он отмечал, что только здоровая и сильная нация может строить современное прогрессивное государство. И спорт и физкультура – это должны стать неотъемлемой частью нашей страны, нашего народа. И поэтому сегодня очень много делается для того, чтобы поднять детский и молодежный спорт. Сегодня строятся спортивные площадки, спортивные клубы. И поэтому сегодня мы имеем вот такие результаты. Спасибо. Словно вы уверены за молодых спортсменов. Конечно, уверен. Рахмет аға, тағы да мерекеңізбен құттықтаймыз. Қазақ елінің жеңістігіндері көп болғай. Мақсатымыз айқын біздердің, арманымыз асқақ. Жүректегі үміт пен сенім келеді алға бастан. Болашаққа қадам басқан біз, жалындаған жастармыз. Тәуелсіз елімнің байлығы азат күн. Жалынды жас ұрпақ, айбыны қазақтың. Елбасымыз дана, тек алға бастаған. Елімнің жүрегі арман астана. Бескрайние дали степей родных, восходит новый день. Мы поколение молодых, мы любых преград сильней. И к вершинам новым с Ельбасы поколение идет. Наши стремления созданы единый. Наши сердца полны заветами отцов.
А вы знаете, что на последней Олимпиаде в Рио 8 из 17 медалей завоевали наши прекрасные девушки? Я Кенже, біздің айдай сұлу аруларымыз арыстан жүректі азаматтармен бірдей ел намысын қорғап жүр. Қазір сахнаға еліміздің абыройын асқақтап жүрген 3 қызымызды шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Жеңіл атлетикадан Олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова. Бокстан Рио Олимпиадасының қола жүлдегері Дариға Шәкімова. Және болашағынан үлкен үміт күттіретін тэквондошы Жансель Денис. Это на спортивной арене они сильные и бесстрашные, а на сцене они нежные, грациозные и обаятельные. Встречайте! Қайдан таппақ дедім аяу. Көрген адам қасыңнан кет алмайды, мұз үстінде жүргендей тайғанақта дедім аяу. Алма ағаштың гүліндей ау, текеметтің төріндей ау, өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ау. Қолағыңа таққаным күміс сырға күмбірлетіп шығасың, күнде қырға дедім аяу. Сағыныштан сарғайып, шыдам таппай мен өзіңді қосамын, ән мен жырға дедім аяу. Алма ағаштың гүліндей ау, текеметтің төріндей ау, өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ау. Алма ағаштың гүліндей ау, текеметтің төріндей ау, өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ау. Siloso amore che io e te forse stiamo insieme solo qualche istante. Zitti siamo ad ascoltare il cielo e la finestra, questo mondo che si sveglia e la notte c'è così lontana, c'è lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra che gira
Sento la tua voce e ascolto il mare. Sembra davvero il tuo respiro, l'amore che mi dai, questo amore che sto lì nascosto in mezzo alle sue onde, a tutte le sue onde, come un barca che guarda questa terra che gira e segue noi, anche quando è buio. Guarda questa che gira anche per noi, a darci un po' di Друзья, я думаю, вы все уже узнали нашего нового гостя. Это герой Олимпиады в Рио-де-Жанейро, король бокса Данияр Елеусинов. Кеш жарық, мереке құтты болсын. Данияр аға, біз сізге жанкүйер болғанбыз. Әрине, мен сендердің қолдауларың арқасында чемпион болдым ғой. Сіз Олимпиада ойындарында 69 килограмм салмақта өнер көрсеттіңіз. Жалпы осы салмақта біздің боксшыларымыз тамаша өнер көрсетеді. Солай емес пе? Иә, дұрыс айтасың. Олимпиада ойындарында қатардан 4 рет осы салмақта чемпион болдық. Афинада Бахтияр Артаев, Пекинде Бақыт Сарсекбаев, Лондонда Серік Сапиев және Риода мен чемпион болдым. А что помогло вам победить на Олимпиаде? Ең алдымен маған рухани қолдау көрсеткен біздің ел басымыз болды. Мен Рио Олимпиадасында президентіміздің сенімін ақтау үшін бар күшімді салдым. Нұрсұлтан Әбішұлы, барша спортшыларға жасап жатқан қамқорлығыңыз үшін мың алғыс. Біз еліміздің көк байрағын әлі талай жарыстарда желбіретіп, ел намысын қорғаймыз. Сондай-ақ осы мүмкіндікті пайдаланып, барша жаттықтырушыларға рахмет айтқым келеді. Сіздер болмасаңыздар, сіздердің бізге деген сеніміңіз болмаса, біздер чемпион болмас едік. Рахмет сіздерге. Құрметті жаттықтырушылар, Данияр ағадай чемпион тәрбиелегендеріңіз үшін рахмет сіздерге. Біздің жігіттер, міне жігіттер, керемет жігіттер, мына біз жігіттер, ағылаңдай біздің жігіттер, міне біздің жігіттер, міне жігіттер, керемет жігіттер, мына біз жігіттер, ағылаңдай біздің жігіттер, міне үлкен кіші алыс жақын туыс бауыр ағайын, шын көңілімнен мен сіздерге айтамын. Қазіргінің жігіттері, толайын біздің жігіттерге жырдан асыл алқа тағайын. Таныс әлде бейтаныс па бәрібір, үлкенге де кішіге де сый құрмет сәлем бір. Өз ана тілін қастерлеген ардақтап таныта білген бір сырымен 8 қыры. Қазағымның жігіттері кейде қарапайым жігітке тән сән жыр жазайын. Байсалдылық, сабырлық жігітке сән, күйде жібермес намыс бар дос бауыр ағайын.
жігіттерді бұл жігіттер жалғамақ үміттерді мұз болып қалған жүректі жібітеді жазып қалған көңілі үгітеді туған жақыннан алыс кетіп сапқа тұрып сарбаз болып әскер көтіп борышын өтеп адалдық намысымен қуаныш пен сағыныштың желі есіп сабыр сақтап зұлымдыққа мойымай жармаса да жау жағаға жасымай отан үшін жаны құрбан жігіттер жау алдында қабырғасы майыспай міне біздің жігіттер 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 міне жігіттер керемет жігіттер мына біз жігіттер 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 армандай таландай біздің жігіттер міне 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 Алматының жігіттері арлан екен тауды қорған жігіттері тарлан екен тараздың жігіттері жайсан болса қарағанды жігіттер қайсар екен шымкенттің жігіттері шымыр болса атыраудың жігіттері арман екен өскеменнің жігіттері өрен болса ақтөбенің жігіттері алып екен жезқазғанның жігіттері жезқандай қызылжар жігіттері кеммандай зайсанның жігіттері біледі семей жігіттері болаттай қызылорда жігіттері қыран болса оралымның жігіттері бұран екен ақтаудың жігіттері асыл болса астананың жігіттері жомарт екен көкшетаудың жігіттері көсем дейді қостанайдың жігіттері шешен дейді аягөздің жігіттері төре болса түркістанның жігіттері имам дейді павлодар жігіттері бапшы екен нарынқолдың жігіттері сақшы екен тыңдаушы құлақтарға алтын сырға жігіттерім сегіз қырлы бір сырлы екен міне біздің жігіттер 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 міне жігіттер керемет жігіттер мына біз жігіттер 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 сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер міне біздің жігіттер 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 міне жігіттер керемет жігіттер мына біз жігіттер 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 армандай таландай біздің жігіттер міне 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 Біздің ардагер спортшыларымыз қашанда іздерін басқан жас буын өкілдерімен тығыз байланысты. Олар өздерінің бай тәжірибелерімен бөлісіп, ағалық қамқорлықтарында еш аяған емес. Ну а сегодня герои разных олимпиад объединились в одну дружную команду. Команду молодости нашей. Біздер талай сыннан өткенбіз сол арқылы жетіліп өскенбіз сүрінсек те құласақ та берілмей талай жеңістерге біз жеткенбіз өміріміздің шуағы көңіліміздің жыраны жеңістерге бірге ұмтылған сол кезде сағынамыз біз әлі өміріміздің шуағы көңіліміздің жыраны жеңістерге бірге ұмтылған сол кезде сағынамыз біз әлі Трава на стадионах зеленеет, а мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Біз ол кездерді ешбір ұмытпаймыз, еске алсақ жүрегіміз тулайды. Достарменен араны суытпаймыз, әттең сол сағат қайтадан тумайды. Өміріміздің шуағы көңіліміздің жыраны жеңістерге бірге ұмтылған сол кезде сағынамыз біз әлі өміріміз
На верность проверяются таланты. Нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Команда, без которой нам не жить. Команда, без которой нам не жить. Еліміз мақтан тұтатын даңқты спортшыларымыз. Ермахан Ибраимов, Мұхтархан Ділдабеков, Валерий Тихоненко, Сергей Котенко, Асхат Житкеев, Иван Дычко, Александр Винокуров, Юрий Миличенко, және Серік Қонақбаев. Да, с такой командой наше олимпийское движение будет идти только вперед. Рахмет сіздерге. Көп жасаңыздар. Бірлік бар жерде тірлік бар. Біз бар күш қайратымызды, ерік жігерімізді біріктіру арқылы болашағымызды баянды етеміз. Қазақстанның келешегі жарқын, бағыты айқын. Біз өмірде де, өнерде де, спортта да әлі талай жаңа белестерді бағындырамыз. Тек қана алға, Қазақстан! Тартысты бәсекеде жарысқанда
үмітің ақтап еліңнің күш соңында қалма, мүмкіндіктер қолыңда барда. Намысын туған жеріңнен қолдан беріп алма, арманыңа сеніп аңсаған, жеңімпаз бұл қиын болса да. Ұмтыла бер тек алға, жанкүйер халық барда, берілмесең арманың жолығар алда. Ұмтыла бер тек алға, қол созып жарықтанға, жеңіске жетер дайым биікке самға. Жеңіске жетер дайым биікке самға. Кто прикоснулся, тот поймет, знает любой атлет. Спорт тяжелый, благородный труд. Мы через боль идем вперед, радость моих побед, измеряя долями секунд. Тысячными долями секунд. Стать непобедимыми, Быть сильнее сильного, поможет олимпийцам дух родной земли. Каждый миг движения к новым достижениям. Мы отстоять готовы честь своей страны. Мы отстоять готовы честь родной земли. Жанкүйер халық барда, берілмесең арманың жолығар алға. Ұмтыла бер тек алға, қол созып жарықтанға, жеңіске жетер дайым биікке самға. Жеңіске жетер дайым биікке самға. От лица всех спортсменов мы хотели бы еще раз поблагодарить Нурсултана Абишевича Назарбаева за его неоценимый вклад в развитие казахстанского олимпийского движения, за его постоянную поддержку отечественного спорта. Именно это придает уверенность нашим атлетам и всей большой дружной стране. Қазақстан Республикасы президенті атынан ықылас гүлі.